2030 жыл. Bir кездері үміт сәулесі болған Америка қазір бөлініп жатыр. Озықтықтың жарқыраған бетпердесі терең, иріңді жараны жасырады. Экономикалық теңсіздік байлар мен кедейлер арасында үлкен алшақтық тудырды. Bir кездері желмен сыбырлаған Америка арманы көпшілік үшін қатыгез әзілге айналды. Иммигранттар үшін қараңдалық басым. Олар баспана мүмкіндік, еркін тыныс алу мүмкіндігін іздеп келді. Оның орнына олар өздеріне қарсы құрылған жүйеге түсіп қалды. Еңбектері пайдаланылып, негізгі құқықтарынан айырылып, олар өздерінің жүн перілерімен күресіп жатқан халық үшін ыңғайлы күнәкарларға айналды. Bir кездері әр түрлі мәдениеттердің жіптерімен жарқыраған американдық гобелен шеттерінен тоза бастады. Қорқыныш пен наразылық үмітсіз және құқықтарынан айырылғандардың мазасыздығын пайдаланатын саяси оппортунистердің арқасында күшейе түседі. Қоғамның өзінің тіні босап, ұлт тағдырын мәңгілікке өзгертетін қақтығысқа сахна дайындайды. 2030 жылы иммигранттардың өмірі үнемі күреспен өтеді. Американың уәдесі, ұрпақтан ұрпаққа сыбырланып келген көлеңкеде еңбек еткендердің құлағына түсініксіз болып естіледі. Олар басқалар атқармайтын жұмыстарды істейді. Арқаларында теріс пиғыл мен қорқыныштың салмағы бар. Олар қалалардың ұмытылған бұрыштарына тығылып көп қабатты үйлерде тұрады. Олардың балалары қаржыландыру нашар мектептерде оқиды, болашақтары белгісіз. Әрбір күн оларды сындыру үшін жасалғандай көрінетін қатал жүйеге қарсы күрес. Жұмыс істеу құқығы, денсаулық сақтау құқығы, білім алу құқығы бұл негізгі құндылықтардан бас тартылған. Олар қоғамға үлес қосушы емес, оған ауыртпалық ретінде қарастырылады. Қорқыныш пен тілдік кедергілермен тұншықтырылған олардың дауыстары естілмейді. Бірақ бетінің астында ашу-ыза қайнайды. Олар армандарының кейінге қалдырылғанын, балаларының өздері аңсаған мүмкіндіктерден айырылғанын көреді. Олар адамгершіліктеріне күмән келтіріліп, олардың болуы қауіп деп саналатынын көреді. Ал осы қайнаған ашу-ызаның ішінде бүлік тұқымдары тамыр жай бастайды. Иммигранттар құқықтарының бұзылуы бірден болған жоқ. Бұл баяу жасырын процесс болды, ұлтты қорғау шаралары ретінде жасырылған бостандықтардың біртіндеп бұзылуы. Әрбір жаңа заң олардың бостандықтарын шектеп, оларды көлеңкеге итермеледі. 2028 жылы қабылданған патриот заңы үлтсыну үкіметтің бақылау өкілеттіктерін кеңейтіп, күдікті ішкі қауіптерді белгісіз мерзімге қамауға алуға мүмкіндік берді. Бұл түсініксіз терминология иммигранттар қауымдастықтарын нысанаға алу үшін оңай басқарылды. Американдықтарға бірінші кезекте жұмыс туралы заң жұмыс берушілерден барлық қызметкерлердің иммиграциялық мәртебесін тексеруді талап етті. Бұл кең таралған кемсітушілік пен қанауға әкелді. Иммигранттар өздерін жалақысы төмен жұмыс орындарында қалып, хабарланудан қорқып сөйлей алмайтын болды. Содан кейін азаматтықты растау туралы заң қабылданды. Ол барлық азаматтардан биометриялық жеке куәліктерін үнемі алып жүруді талап етті. Кездейсоқ тексерулер кең таралған құбылысқа айналды. Бұл күнделікті өмірді мазасыздық пен қорқынышқа толы ортаға айналдырды. Қажетті құжаттарды ұсына алмағандар дереу қамауға алынып депортацияланды. Қауіпсіздік мақсатында қабылданған бұл заңдар қорқыныш пен бөліну климатын қалыптастырды. Олар халықтың тұтас бір бөлігінің құқықтарын тартып алып, оларды шекті жағдайға жеткізді. Оларды жоюға бел буған жүйеге қарсы өмір сүру үшін desperate күреске, тойтарысқа дайындық жасалды. Қарқылы көп пәтерлер мен уақытша мекендер арқылы таралатын наразылық сыбырларынан басталып, көлеңкеде қарсылық басталды. Қолдаудың жерасты желілері пайда болып, қатал заңдардың нысанасына айналғандарға баспана және көмек көрсетті. Сыныптастарының басына түскен әділетсіздіктерге наразы болған студенттік топтар наразылық акцияларын мен демонстрациялар ұйымдастырды. Иммигрант жұмысшылардың қатарымен нығайтылған кәсіподақтар
қанаушылық еңбек тәжірибесіне қарсы шыға бастады. Минберлерін әлеуметтік әділеттілік платформаларына айналдырған діни көшбасшылар үкіметтің әрекеттерін аморальдық және адамгершілікке жатпайтын әрекеттер деп айыптады. Суретшілер, музыканттар және жазушылар қанаушылардың оқиғаларын күшейту үшін өз платформаларын пайдаланып, дауыстарын тапты. Үкімет болжамды түрде қатал жауап берді. Наразылық акциялары күшпен басылды. Қарсылық қамалу және қорқыту арқылы тұншықтырылды. Бірақ олар толқуларды басуға тырысқан сайын, ол күшейе түсті. Әділетсіздіктің желімен желпінген наразылықтың шоқтары тұтанатын еді. Бейбіт наразылық акциялары ретінде басталған нәрсе көп ұзамай азаматтық бағынбаушылық әрекеттеріне, содан кейін тікелей қарсылыққа айналды. Азамат пен қылмыскердің, наразылық пен бүліктің арасындағы шекара бұлыңғыр болды.